Хей, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар TikTok қарайтын боламыз. TikTok, я достар. Сіздер сұрап отқан шығарсыздар, Нұрлан, сен неге TikTok қарайсың деп? Ал мен сіздерге жауап берем. Алдыңғы мен TikTokқа жасаған реакция видеом көптеген просмотр жинаған. Білмеймін, 80 ба, 90 ба. Общем, өте көптеген просмотр жинаған және сіздерге ұнап қалыпты. Және менің жаңа видеоларыма көпшілігі де жазады, Нұрлан, сен неге TikTokқа реакция түсірмей кеттің деп. В общем, достар, егер соншама сіздерге ұнаса, біз бүгін жалғастырамыз TikTok приложениесіндегі видеоларға реакция түсіруді. Шыны керек, достар, мен өзім жалпы TikTok'ты ұнатам. Я, достар, мен күні бойы TikTok'ты қараймын. Шыны керек, үйде отқанда, енді күні бойы демей қойын, достар, енді өте айтам. Арасында кешке қарай отқан кезде Instagram'нан көрі мен TikTok көп қарайтын болып кеттім соңғы кезде. Білмеймін, TikTok өте сондай ыңғайлы сияқты деп ойлаймын видео қарауға. Сонымен қатар рекомендациясы да өте күшті. Оның, мысалы, сізді егер де сізге Наруто ұнайтын болса, егер де сіз TikTok'та Наруто қарайтын болсаңыз, Наруто видеосына лайк бассаңыз, сізге тек қана Наруто шығатын болады TikTok'та. Білмеймін, сондай бар қызықты функция. Мен де білмеймін, қазір мен TikTok'ымда не шығатын білесіздер ме? Мен TikTok'ымда анимелер шығады, қыздар шығады. В общем, достар, сондай болып кетті мен TikTok'ым. В общем, давайте, достар, енді көп сөйлеп реакциямызға кеттік. Арасында TikTok'ымда мен Майнкрафтта шығып тұрады. Өйткені Майнкрафт видеоларға лайк басам. В общем, давайте, достар, видеомызды бастайық. Реакциямызда шайларыңызды келіңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Ал давайте, достар, онда кеттік. Айтпақшы, достар, менде тоже TikTok бар. Егер де білмесеңіздер, міне, достар, көріп отырғаныңыздай Нұрлан қалам, міне жазылып тұр менің өзімнің TikTok'ым. Менде, достар, екі TikTok бар. Бірінші TikTok'ымда мен өзімнің анимацияларым салам, екінші арнамда қаламнан. Ал, екінші TikTok, достар, бұнда мен өзімнің бір какой-то видеоларымды жасай. Майнкрафтқа қатысты көріп отырғаныңыздай, я, бұл дейтін арнайы TikTok'қа жасайтын видеолар. Ешқандай YouTube'тан алып салмаймын да. Бұл арнайы мен TikTok'қа жасайтын видеоларым. Жақ, давайте сіздерге біреуін көрсетейін. Так, там музыканы алып тастайын, мына музыка авторский право бұзуы мүмкін. Так, міне, достар, в общем, мына дейтін искажение дейтін фильтр, мен осыны қайталаған болаттымы, менен осындай маска шықты көріп отырғаныңыздай. Я, TikTok'та дейтін бұл тренд болды, осы Bella Porsche дейтін егерде білсеңіздер, осы тренд, бұл трендті Bella Porsche емес, бұл трендті Karan Baby дейтін бір қыз блогер дейтін осыны қайталаған, осы тренд қылды жіберген болатын, осы эффектті, и сосын барлығы TikTok'та осындай искажениемен видеолар түсіретін болды. Білмейсіз, сіздер енді білесіздер ме, оның бәрі, мен жалпы TikTok'ты жақсы білемін, мен TikTok'ты шарттем, өйткені TikTok'та ұзақ отырғасын, көп отырсаңыз да сіздер де түсініп кетесіздер оның барлығын. Сол себепті білмеймін, достар, егер TikTok қарайтын адамдар ғана бұл видеоны түсінетін шығар деп ойлаймын. Жалпы іште түсініп те керек емес, достар, бірге қараймыз, бірге түсінетін боламыз. Міне, жалпы тағы да менің бір TikTok'ым көріп. Менің қарны ашып тұр Майнкрафтта. Блин, тамақты қалай табамын? Мен тамақ таба алмай отырмын. Давайте қазір көрейік. Так, мен ауыл тауып алдым. Ауыл дейтін бұл жақсы ғой. Жақсы, достар, түсіндіңіздер ғой, бұл приколды. Короче, қарны шыққан кезде Майнкрафтта ауылға барып тамақ жеп аласың, бүкіл семеналарын ұзақ кетесің. Жақсы, бұл TikTok. Жақсы, мен өз TikToктарын ұнатпаймын, шын айтсам, қоспа қойыңызшы сіздерге. Давайте басқа біреулердің TikTоктарын қарайық. В общем, мен сіздерге просто өз TikTokымды көрсеткім келді, чтобы сіздер білсін деп мен өзімде түсіремін жалпы TikTокты. Так что баяғыда мен басында естерінде бар ма, бастарында мен TikTокерларды жамандап жүрдім. Достар, кешірім өтінемін, ешкімді енді мен жамандамаймын. Жалпы негізінде бар TikTok'та шынымен де жаман контенттер, кәдімгі қарайсына просто түсінбейсің, ё-майо, не үшін түсіресіңдер деп. Жақсы контент тоже бар негізінде. TikTok'та арасында күшті контент бар, ішінде өте талантты адамдар ішінде жүреді. TikTok'та арасында мен вообще керемет авторлар таптым. TikTok'тан просто аузымда шығып қалдым. И, достар, сол себепті мен айта алмаймын TikTok'ты жаман деп. Өйткені YouTube'та тоже дәл сол ғой, достар. YouTube'та жаман түсіретін адамдар да бар. Вообще прям қараған кезде YouTube'ты жаман деп ойлап кетесің. И жақсы түсіретіндер де бар YouTube'та. В общем, YouTube, TikTok бәрі де бір сияқты деп ойлаймын. Бірақ біздер әрине ютубер болғасын, көбінесе YouTube'та видео түсірген ұнатамыз. Бірақ мен TikTok просто қосымша деп ойлаймын. Мен үшін TikTok қосымша, жай ғана просто түсіру үшін. Мысалы, менің кейбір аудиториям TikTok'та отыруы мүмкін, соларға мысалы видео түсірейін деп шештім. Жалпы негізінде көріп отырғанызда, мында менде тоже просмотрлар өте көп. Мысалы, қараңыздар, мында менде бір TikTok'ым менің де 155 мың просмотр жинапты, достар. Мен просто в шоке, достар. YouTube'та мындай просмотр жинау дейтін аумин ондай просмотр өмірде жинай алмайсыздар. Яқсы, арасында бір жинап кетуі мүмкінсің, там жарты жылда бір рет. Бірақ мында просто 10 секундтық видео мысалда мынау 155 мың просмотр жинаған, а мынау 200 мың просмотр жинаған. Да, достар, көріп отырғаныңыздай, мен просто хит болып жатырмын TikTok'та жоқ жерден. Короче, сол үшін тіркеліңіздер. Скоро қайдан білесіздер, мен
атақты тиктокер болып кетсем не болады дейсің да. Мен айтамын, бірақ атақты тиктокер болғым келмейді мен. Бірақ мен көбінесе ютубер болғым келеді достар. Сол себепті ютубқа тіркеліңіздер, қайдағы жоқ тиктокқа емес дейсің да. Мен айтамын достар, тикток жаман деп жатқан жоқпын. Ал давайте достар, басқа біреулердің видеосын қарайық. Достар, тиктоктың бір жаманы неге айтайын ба? Тиктокта музыка мен видеолар өте көп, а ютуб ондай ұнатпайды. Егер де бір музыканы қосатын болсам, ютуб мені банға жібереді мен видеомды. Сол себепті достар, біз мында кейбір тиктоктарды сол музыкасыз қарайтын боламыз. Так, давайте нан көрейік. Когда провели пробный ЕНТ и тебя ругают с этим. Ну, короче, я, Қайрат Нұртасқа прикол. Ей, сенде! Осы соңғы кезде басым шума толып кетті! Достар, сіздер Қайрат Нұртас дейтін білесіздер ме? Қайрат Нұртас дейтін тиктокта просто хит қой, достар. Каждый тек Қайрат Нұртасқа прикол ұстай береді. Неше айтсам, не екенін білмеймін. Барлығы Қайрат Нұртасқа прикол ұстай береді. Шайтам, мен Қайрат Нұртасқа ешқандай жаман іште ойламаймын ол туралы. Просто Қайрат Нұртас туралы мемдер маған өте күлкілі, шыны керек. Барлығына да күлкілі деп ойлаймын. Тағы да бір прикол бар, менде Қайрат Нұртас туралы көрсетемін. Міне достар, когда впервые сделал Каспий Голд, я бірінші рет Каспий Голд ашқан кезде және магазинге барған кезде қараңыздар. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Еба, достар, жаман күлкілі ғой, не күлкілі ма сіздерге? Мен үшін бұл жаман күлкілі болды, басында өшті менің басында көргенде. Қараңыздар, бәрі жыртылып жатыр мұнда комментарияда, кәдімгідей өліп жатыр бәрі. Короче, Қайрат Нұртас жаңа хит болып кетті тиктокта. Көріп отырғаныңызда бәрі оған мем жасайды. И вообще тек қана тиктокта емес, еще инстаграмда, барлық жерде, короче, естерінде бар ма ана дейтіні, короче, ладно, естерінде, короче, білетін адамдар мені түсінеді. Не ругайся, блядь? А? Отморозок, блядь. Қалай қазақтар мотивациялық видеоны қарайды дейді, давайте көрейік. Как ты думаешь, а может то, что тебя останавливает, это ты? Көй там қысы. Шын ғой достар, сіздер мотивациялық роликті қараған кезде кәдімгідей мотивациялық қарайсыздар ма? Мен ойымша олай емес сияқты. Арасында болады енді қызық, жақсы видео болса, бірақ көбінесе осылай ғой. Көтінді қышыш деймі, күлкілі. Так, бір қызық видеосы. Да, ну достар, құлақ біткен ма, не істеп кеткен? Жоқ достар, бұл ешқандай құлақ бітпеген емес, бұл жай ғана дрон достар. Егер де ойлап қалсаңыздар, адам болады деп, жоқ, мұнда жай ғана дрон ұшты. Просто звук қойған қыздың, и сөйтіп алдайтындар тиктокта өте көп. Это Казахстан дейді, көрейік ал. Ё-майо достар, бұл Алматы ғой. Өте керемет, әдемі жер. Осы жерді мен де қатты атам. Ех, достар, қараңыздар қандай әдемі. Тиктокта арасында міне осындай қызықты видеоларда болады. Осындай кішкене даже ешқандай деградацияға ұшырамаған. В общем, Капец на улице. көрейік ал. Дубео. Просто холодео, замерзео. Ё-майо. Не похуею на вашу Лидео, Замерзео и Дубео, потому что Сутрео. Короче, осы жігіт бар емес пе? Маған постоянно тиктокқа шыға береді, білмеймін не екенін. Бұл жігіт дейтін просто достар өмір бойы осы неде тұратын сияқты, осы мұзда. Әрбір видеосында өйстіп мұзда отырып түсіре ма, бірден осы судың астында. Я пью кофео. Ё-майо достар, қандай салқын бұл, бұған пофиг, спокойно отыр. Модео, Следео. Капец. Короче, достар, бұл жігіттің инстаграм, тиктогын қарасаңыздар вот, вообще, мағаш бір жазып қойды даже комментарий. Мужик, ты в воде живешь, деп. Сен жігіт, сен суда тұрасың ба, деп. В общем, көріп отырғаныңызда, қызық бұл кәдімгідей. Так, Киберпанк 2 дейді. В общем, достар, біз әртүрлі видеолар қараймыз, көріп отырғаныңызда, мұнда мен тек бір тематикада видеоларды қарамаймын, әртүрлі видеоларды қараймын. Так. No. Киберпанк. Cyberpunk 2077 on my PlayStation. Достар, Киберпанкты білетін шығарсыздар деген ойдамын. Қазіргі кездегі хит ойын. В общем, егерде білсеңіздер комментарий жазып кетіңдер. Кім Киберпанкты білет? Вообще барлығы білет шығар деп ойлаймын. Өйткені Киберпанк дейтін осы жақында шықты, так что оны барлығы білу керек деп ойлаймын. Өйткені ол ең атақты ойындардың бірі қазіргі уақытта. No, that counts. Yeah. Так, біз ол ойында әрине түсіре алмаймыз, өйткені менде компьютер дейтін достар, калькулятор ғой менің компьютерім дейтін. Просто мына ойынды салатын болсам, біздің компьютерге просто жаңып кететін бар, потому что бұл ойынды обязательно RTX 2080 сондай алмен ойнамасаң компьютерге бармайтын точно. Менікі ұстау мүмкін, в принципе, бірақ минимальный настройкамен ойнаймыз тек қана. А мен олай ойнағым келмейді Киберпанкты. PlayStation. Достаточно прикол, жалпы негізді, потому что Киберпанк ешқашан PlayStation 2-ге шықпайтын еді. Просто прикол ғой.
ё-мо достар комнатын қараңдаршы қандай әп-әдемі маған ұнап тұр кәдімгі мына жерде қарашы тетристар всякий соник всякий мына всякий игрушкалар кітаптар мангалар көрсең кәдімгі андай геймердің комнатасы екен көрініп тұр. Иә достар, в общем осындай видео. Иә, бұл өтірік жалпы, иә. Просто прикол ғой. Киберпанк өткені ешқашан PlayStation 2-ге шықпас еді. Прикол ғой жалпы. Cyberpunk boys. Иә. Иә. Міне достар, опять Нарутолар шығып жатыр, опять, потому что менде TikTok'та постоянно Наруто шығады, көріп отырғаныңыздай, мында Итачи шықты көріп отырғаныңыздай. Иә, достар, қараңыздар. Міне кілен аниме, достар. Мен бүкіл TikTok'ым аниме болып кетті көріп отырғаныңыздай, потому что мен постоянно аниме шықса лайк басай берем, тупо. Міне, осылай лайк басай берем, сол себепті маған аниме шыға береді. Достар, короче, түсініңіздер, TikTok қалай жұмыс жасайтынын. Қандай TikTok'қа лайк басасың, сондай видеолар шыға беретін болады сенде. Менде просто постоянно аниме шығады. Қараңыздар, тағы да бір аниме. В общем, ешқашан бітпейді аниме. Мына музыкалар, келем, так что музыканы қоспай қойын сіздерге. А то мені забанить етіп тастар ютубтан. Так, Who is this man дейді. Так, немного. Мен даже білмеймін не аниме бұл, бірақ маған постоянно TikTok'қа анимелер шыға береді әртүрлі. Бір жағынан қызықты анимелер тауып аласың TikTok'тан. Сосын тұрасың да, соны қарап бастайтын. Иә, достар, мұнда Атак Титанов көріп отырғаныңыздай. Міне, достар, мен TikTok'ым бәрі аниме өкіп кетті көріп тұрсаңыз. Постоянно аниме шыға береді. Мен, короче, TikTok'қа аниме көру үшін кірем көбінесе. Иә, достар. Білесіздер қалай аниме сіздерге ұнай ма, достар, комментарий жазып кетіңдер. Жалпы мен анимелерді қараған ұнатамын. Бірақ ондай көп аниме қарадым деп айта алмаймын. Қараған анимелер тек қана сол Наруто, Джоджо, банаға сол One Punch Man, тағы қандай. В общем, Атак Титанов қарадым, сосын короче, где-то 30 шақты аниме қараған шығармын. Одан көп қараған жоқпын мен. Иә, достар, көріп отырғаныңыздай, мен уже 10-ші видеоны ауыстырып отырмын. Менен әлі аниме бітпей жатыр, достар. Әлі аниме, достар, көріп отырғаныңыздай, аниме постоянно шыға береді. Бұл әрине, достар, бір жағынан жақсы. Бірақ бір жағынан, достар, мен басқа бірде тоже қарағым келеді. Мен вроде бы басқа видеоларға тоже лайк басқан сияқты едім, бірақ именно аниме көп шыға береді көріп отырғаныңыздай. Блин, что за... Воу, бізді қазір YouTube бантиттайды, қой құрсын, мұндай заттар. Что за... TikTok құрсын. UB канал бантиттсан қалайсыздар ма? Так, мұнда кілен қыздар, короче, көріп отырғаныңыздай. Постоянно шыға береді маған TikTok'қа. Потому что мен кейбіреулерін лайк басам, сосын осылай өкіп кеткен. Мұнда Free Fire бар, даже көріп отырғаныңызда. Мұнда барлығы бар көріп тұрғаныңызда. Мұнда и Minecraft бар, Free Fire бар, PUBG бар. Көріп, мен PUBG-ді, Free Fire, PUBG-ді бәрі ұрып атыр, достар, қараңыздар. Free Fire-ді ұрып атыр оны. Короче, PUBG, я көріп тұрғаныз, PUBG қазір қалып қойды көріп отырғаныздай. Меніңше Қазақстанда атақты ойындардың бірі сол, көбінесе сол Free Fire сияқты. Бірақ мен ол ойынды ұнатпаймын. Так что, достар, маған комментарий жазба қойыңдар. Free Fire ойнаш деп. Мен ол ойынды білмеймін, достар. Мен ол ойынды білмеймін, что-то маған ол ойын ұнаған жоқ айтсам. Ескі ойын сияқты көрінді, маған кез графикасы да бәрі онша емес болып көрінді. Сол себепті ойнағым келмей кетті. Бірақ жалпы егер сіздерге ұнаса, мен сіздерге ешқандай қарсым жоқ. Достар, осы 2 күн бұрын мен өзімнің фан аккаунтымды тауып алған болатынмын TikTok'тан. Мен вообще негізінде TikTok'қа вообще кірмей жүрдім бір ай бойы. Осы тек жақында тек кіріп бастадым. И кірсем, маған біреулер фан аккаунт ашыпты негізінде. И достар, маған TikTok жасайды кен біреулер. Қараңыздар. Маған андай неше түрлі музыкамен андай монтаж жасайды кен. Қараңыздар. Нағыз музыкасын алып тастайын, бірақ мұнда музыка жүреді, очень эпичный музыкалар жүреді. Мен суретім осылай па-па-па-па деп шына бәрі мен емес достар жасаған. Бұның бәрі сіздер жасағансыздар, достар, қарап атқан көрермендер. Кейбіреулерін жасаған, сіздер іштерінде біреулер мені кәдімгі реально осылай маған TikTok. Әрине, достар, мен рахмет айтам. Мені TikTok'қа шығарып атқан адамдардың барлығына рахмет айтам. Өйткені не болса да, достар, ода тоже маған көмектеседі ғой, бір жағынан былай. Мені TikTok'тағы аудитория жинауға көмектесетін шығар деп ойлаймын. Міне, достар, көріп тұрғанса, бұл аккаунтта просто мені постоянно маған TikTok жасай береді. Кім бол дейді, нолан қалам дейді. Иә, достар, бірақ мен көбінесе, достар, прикол жасағандаршы, көбінесе мұндай музыкамен емес. Мен ойымша, жоқ, бірақ бұда тоже жақсы мен ойымша. Қараңыздар, Аликизе, топ ютубер дейді. Мұнда Аликизетті көрсетеді. Алейкум, достар, сіздер менің музыкасын көрсетпей қойын да, достар, өткен музыкасы авторский право зат айтқанымдай. Я, в общем, көріп отырғаныңызда, я, мұнда TikTok'та мен тоже біреулер маған видео жасайды, көріп отырғаныңызда, edit деп атайды ондайларды. Edit, видео емес, edit. Я, достар, мен TikTok'тың даже сөздерін білем, edit деген видеолар, осылар
В общем, иә, көріп отырғаныңыздай, мен лайк басып едім, соған даже тикток жасаған осы. Иә, достар. В общем, рахмет. Фан Нұрлан Қалам дейтін осы неге аккаунтқа рахмет айтамын, өйткені не болса да маған, достар, өте приятно осындай сіздер жасаған. Так, еще біреу емес, достар, бірнеше аккаунттар болды, осындай Фан Нұрлан дейтін. В общем, иә, білмеймін, ешкімде сұрамаған сияқты едім, мұнда аккаунт ашсын деп, бірақ біреулер ашып осындай жасап бастапты. Бұл әрине керемет. Және сонымен қатар мен сіздерге өзімнің любимый тиктокерімді көрсеткім келіп тұр. Осы қарайды, міне осы жігіт, достар, Дэниел Лейбл дейді. Бұл ешқандай реклама емес, достар. Бұл ағылшын, егер де білмесеңіздер. Осы тиктоктарын мен қараймын көбінесе, өйткені осы тиктоктар шынымен де өте күлкілі. Қараңыздар. Вау, достар, қараңызшы, қандай эпик қой, достар. Но андай өзінің комнатында әртүрлі заттар жасайды. Мысалы, крутой болады, мысалы, бір күн бойы. Қараңыздар. Бүкіл иә, бәлкім білетінде шығарсыздар сіздер бұл жігітті. В общем, бұл жігіттің тиктоктары маған өте ұнайды. Осындай қызық тиктоктар жасайды. Жака, дұрысын көрсетейін. Ну, Наруто сияқты жүгіріп жүр, қараңыздар комнатасында. Реально, осынікі күлкілі, реально. Жарым, но реально қуат, бірақ күлкілі, бірақ. Реально, қараңыздар. Кәдімгідей. Және тағы да міне. В общем, өздеріңіз қараңыздар, бұл шынымен де өте керемет. Бұның тиктоктар шынымен де өте реально. Қараңыздар, қанша просмотр жинайды оның тиктоктар. 4 миллион, 2 миллион, 7 миллион, 17 миллион. В общем, я, достар, тиктокта көп адам отыратын сіздер көріп отырсыздар, реально біршама миллион адамды просмотр жинайды. Мұнда даже, достар, 200 миллионда просмотр жинайды даже біреулерде. Так что, достар, тикток дейтін болашақ көріп отырғанды. Так что тиктокқа ауысу керек деп қуып кетсен де, жоқ, біздер ютубер боламыз до конца. Короче, достар, мен ойымша осымен видеоны аяқтауға болатын шығар деген ойдамын. Көріп отырғаныңыздай, иә, біз бүгін біршама тиктоктар қарадық, бірақ көбінесе тикток қараған жоқпыз, көбінесе әңгіме айтып кеттік, достар, тикток туралы. Короче, егер де видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар. Ой, блин, Windows-тың фигнясы шыға берді ғой. В общем, достар, келесі кездескенше сіздерге егер де осы видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, арна тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Егер де сіздерге осындай видеолар ұнаса, тиктокқа реакция мен келесі дұрыстап түсіруге тырысамын, онда көп сөйлемей, осы тек қана чисто видеолар қараймыз тиктоктағы. Я, бүгін просто тек тестовый видео болды деп айтсам да болады. Егер де ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. В общем, давайте, достар, кездескенше сау болыңыздар.